Сәлеметсіздер оқушылар, қазақ тіл сабағын бастаймыз. 47-ші сабақ, сабағымыздың тақырыбы түбір мен қосымшаның жазылуы. 36-шы жаттығу өлеңді тыңда. Түн. Ұясына күн батып, айналаны түн басты. Дала мүлгіп балбырап, жым-жырттыққа ұласты. Бізде үйге беттедік, енді әткеншек теппедік. Ойнансақ та күн ұзақ, құмарына жетпедік. Түнде тыныс аламыз, тез-ақ ұйықтап қаламыз. Жалғасына ойынның түсімізде барамыз. Рақат Наурызбаева. Өлең неліктен түн деп аталған? Өлеңнің түн деп аталу себебі күн ұясына батып, айналаны қараңғылық, яғни түн басады. Балалар түнде неге әткеншек теппейді? Себебі балалар қараңғыда әткеншек теуіп ойнай алмайды. Түн мезгілін күндізгі уақытпен салыстыр. Түнде қараңғы болады, ал күндіз күн шығады. Ол айналаға нұрын шашады. Жер беті жап-жарық болады. 37-ші жаттығу мәтінді қатесіз әрі көркем жазамыз балалар. Күндіз күн шығады, ол айналаға нұрын шашады. Жер беті жап-жарық болады. 38-ші жаттығу шығармашылық үзіліс, пішіндерді сәйкестендіріп өлең құрап жаз. Елеңдеп құлағы, бөкеннің лағы, көреген қырағы, елеңдеп құлағы, еліріп тұрады. 39-ші жаттығу ребусты шеш. Қараша. Балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.